Қалар, Марвин, кабинетіме келіп кетіңізші. Бұл Боб Харрис деген жігіт. Бүгін түнде ексерін бөлшектеп тастаған екен. Сайтанға табынатындардың рәсіміне ұқсайды. Марвин, сіз сайтанға табынушы емессіз бе? Жоқ, мырза. Алыңыз. Боб сиырларына шабуыл жасаған адамды көріпті. Біз оның суреттеуі бойынша портрет жасадық. Марвин, бүгін түнде сағат 12-ден таңғы 5-ке дейін не істедіңіз? Есіңізде ме? Мырза, мен ұйықтадым. Сіздің сөзіңізді біреуін нақтылай ала ма? Жоқ, мырза. Суреттегі адамның неге сізге ұқсайтынын түсіндіріп бере аласыз ба? Марвин. Сізді ақылы демалысқа жіберуге тура келіп тұрмын. Бәрін анықтап алғанға дейін. Және мұны қалай жасап тұрғаныңызды түсіне алар емеспін. Кешір, әке. Марвин. Мынау құндыздың үйі сияқты ма? О, Марвин. Саған не болып жатыр? Сенің кеткенің дұрыс шығар. Марвин. Маған сен өңі болады. Тек жануар ғана мұндайды істей алады. Мұны басқаша түсіндіруге болатын шығар. Марвин. Сен ешкімге зияндық жасамайсың. Оған сенімдімін. Кеш болып қалды. Бұл жерде қалмағаның жөн. Мен ешқайда кетпеймін. Марвин. Мен білемін, сен қауіпті адам емессің, және көзімді жеткізу үшін осында қалам. Бұл қауіпті. Түнде өзімді ұстай алмаймын.